Атырау облысы. Бұл оқиға жұртты дүр сілкіндірді. Құрметті тыңдарман, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл біз үшін аса маңызды. Бір отбасының тағдыры 5 баланың болашағы. Ал ортасында 29 жастағы жас жігіт. Оны осы іске күдікті ретінде атады. Бірақ оның анасы бұл айыптауға сенбейді. Мен баламды олай тәрбиелеген жоқпын, дейді ол көзіне жас алып. Ауыл ішіне бұл хабар тез тарады. Кеше ғана қарапайым тіршілік кешіп жүрген отбасы бір сәтте жұрт назарынан қалды. Күдіктінің анасының айтуы бойынша, ол сабырлы, көп сөйлемейтін, тіпті тәртіпті болып өскен. Әскерден кейін түрлі жұмыстар істеген. Соңғы уақытта жүк тиеуші болып еңбек еткен. Ол жұбайын қалаға барған. Бірақ анасы мұның себебі мүлде басқа дейді. Ол төркініне апармақ болған жоқ. Дәрігерге көрсету үшін алып кетті дейді анасы. Айтуынша, келіні денсаулығына байланысты есепте тұрған. 4-ші баласынан кейін жүйке жүйесіне өзгерістер байқалған. Сондықтан ем-дом алып жүрген. Бұл жолы да 5 баласын ата-әжесіне қалдырып қалаға кеткен екен. Соңғы сөйлесуі желтоқсан айының ортасында болыпты. Видео қоңырауға шықты. Балаларды көрсетті. Уайымдама деді. Содан кейін байланыс үзілді. Анасының сөзінше, ұлы бірнеше күн бұрын несие төлеміне ақша аударған. Тіпті келініне телефон алып беру үшін несие рәсімдегенін айтады. Балам жуас еді. Мұнда еске бармайды, дейді ол. Қазір 5 бала ата-әжесінің қолында. Үй ішіндегі уайым 2 есе артқан. Бір жағынан немерелердің тағдыры, екінші жағынан ел ішіндегі сөз. Бұл оқиғаға байланысты ресми тергеу жүріп жатыр. Соңғы шешімді тек құзырлы органдар шығарады. Ал әзірге бұл тек күдік пен тергеу аясындағы жағдай. Бұл оқиға бірнеше тағдыр, ал шындық әлі толық ашылған жоқ. Құрметті тыңдарман, өмірден алынған оқиғаларды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруларыңызды өтінемін. Бұл біз үшін аса маңызды. Бізге мотивация болар еді.